Сәлем балақай. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қыс қызықтары. Сен қыс мезгілін жақсы көресің деген ойдамын. Ал екеуміз бірге буын ұйқастарды айтып жіберейік. Ар, 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 жапалақтап қар жауар. Көрдің бе, әдемі қар жауып тұр, өйткені бұл қыс мезгілі. Келесі ыс, қызыққа толы қыс. Қарашы, қандай әдемі сурет. Балалар қызықтап, ойнап жүр екен. Ар, қар атысты балалар. Балақай, сен де қар атысы ойнағанды ұнатады деген ойдамын. Ла, балалар соқты. Аққала. Сен де аққала соғып ойнап жүрген шығарсың. Осы менің буын ұйқастарымды үнемі қайталап, тіліңді жаттықтыруды ұмытпа. Ал балақай, мына суретке назар аударшы. Суретшінің қатесін тапшы. Кәне балақай, ойлашы, қарашы. Қандай қате тауып алдың? Дұрыс айтасың балақай. Жаздың күні болмайды екен қыста. Қыста балалар қолшатыр ұстамайды екен. Қыстың күні ағаш гүлдемейді екен. Қыста гүлдер болмайды екен. Дұрыс таптың балақай. Міне, сен суретшінің қатесін дұрыс тауып, суретті өз орнына қоя алдың. Жарайсың балақай. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аударшы. Аққаланы реттілігі бойынша орналастыр дейді. Кәне, сен аққала жасағанды ұнатасың ғой. Кәне, бірге айтайықшы. Ойлан, дұрыс айтасың. 3 деген сан бірінші тұру керек екен. 1 деген сан 3 дегеннің орнына тұру керек екен. Содан кейін 2 деген сан 1-дің орнына тұру керек, дұрыс айтасың. Ал соңында тұрған 4-ші дегеннің орнына 3 деген санды қоямыз, е? Ал соңғысы қандай сан келу керек? Дұрыс балақай. 2 деген санның орнына 4 деген санды қоямыз. Сөйтіп біз аққаламызды әдемі, бас киімімізді кигізіп, мұрнына сәбіз тағып, 2 көзіне көмір салып, кішкентай көмірлермен оны ары қарай аузын және түймелерін безендіріп қояды екенбіз. Мойнына тағып қойсақ, аққаламыз өте керемет болады. Міне балақай, бұл тапсырманы сен жақсы орындадың. Ал балақай, мына суреттерге назар аударшы. Суреттердегі айырмашылықты тауып көрші. Кәне, мұқият қара. Жарайсың. Кәне, табайық. Бірінші суретте қызды көріп тұрсың ғой, қызыл бас киім киген, я? Шашына назар аударшы. Дұрыс. Оның бірінші суретте шашында шашы өрілмеген, қысқа екен. Екінші суретте шашында өрім бар. Ал аққаланың жоғарғы суреттегі шелегінде гүлдің суреті бар. Астында гүлдің суреті жоқ екен. Ал анау артында тұрған баланы көріп тұрсың бе? Оның бас киімі 2 суретте 2 түрлі, байқадың ба? Жарайсың. Ал мына қасында отырған аққаланың аяғына шаңғының біреуін кигізіп жатқан бала, жоғар жақта 1 шаңғы ғана, ал төменгі суретте 2 шаңғы екен. Сонымен қатар баланың қасында шаңғының 2 таяғы бар екен. Ал төменгі суретте 2 таяқ оң және сол жақта жатыр. Тағы не көріп тұрсың балақай? Дұрыс айтасың. Аққаланың түймелері жоғарғы суретте 3 болса, төменгі суретте 4 екен. Жарайсың балақай, сен өте қырақ екенсің. Кәне, тағы не көріп тұрсың? Қарашы. Бірінші суретте жоғарғысында қыздың артында тұрған, алыста тұрған қалаларды көріп тұрсың ғой. Сол жерде ортадағы көп қабатты үйлер жоқ екен астыңғы суретте. Міне балақай, жарайсың, сен барлығын
дұрыс тауып айырмашылықтарын ажырата алды деген ойдамын. Жарайсың, балақай. Балақай, мен саған неге мынандай кішкентай ғана өлең жолдарын жаттауға беремін. Тыңдашы кәне. Балалар шықты далаға, ойнап күліп жүр енді, шаналармен озады, аққаланы соғады. Қиын емес деген ойдамын. Осы өлеңдерді жаттап алып, өлең жолды жаттап алып, маған айтып бере ғой. Міне, балақай, біздің сабағымыз да мәресіне жетті. Жарайсың. Келесі сабақта кездескенше. Сау бол, балақай.